Баршаңызға сәлем. Бүгін мен сіздерге осындай футболканы қалай пішуін көрсетемін. Соңына шейін мұқият көріп алыңыздар. Бұл футболканы тігіп үйренсеңіздер, бұны сатылымға қоюға да болады. Алдына әртүрлі мозаикалар, рисункалар салып жатыр қазір. Сала алсаңыздар солай салуыңызға болады. Жағасын да өзіңіздің қалауыңызша ойық қыласыз. Жеңнің кеңдігін де өздеріңіздің қалауыңызша істеуге болады. Мінекей осындай футболкаларды өте жеңіл түрінде, оңай түрінде мен сіздерге қалай пішімін көрсетемін. Ұнаса лайк басып, подписаться етіп, колокольчикті басыңыздар. Келесі түсірілімді жіберіп алмау үшін комментарияға жазыңыздар. Мен сіздердің сол комментарияларыңыз арқылы түсірілім жасап жіберіп отырамын. Туған туыс бауырларыңызға да жіберуді ұмытпаңыздар. Олар да үйде отырып өзіне, бала-шағасына осындай футболкалардың бірнеше түрін, гүлді, гүлсіз, әртүрлі түрлерін тігіп беріп отырсын. Ал кеттік. Қазір сіздер соңына шейін мұқият қарасаңыздар, өте жеңіл түрінде пішеміз. Баршаңызға сәлем. Қазір біз мынандай футболканы пішіп көрсетемін. Бұны пішу үшін осындай өлшемдері керек. Және сантиметр, ручка, линейка и қайшы ұзын линейка керек. Мінекей бұл киім өте жеңіл, оңай. Жеңі өзінен шыққан футболкалар. Қазір сіздер футболка сатып аласыздар 3-4 Одан гөрі мата алып пішсеңіздер, бұл қатты үнем. Әрі бала-шағаңызға, өзіңізге, әрі тапсыр салуға да бұл өте жеңіл, ыңғайлы пішім. Мұқият қарап үйреніп алыңыздар. Мінекей 52 размер. Мына өлшемнің бәрін өздеріңізге лайықтап қойсаңыздар да болады, өздеріңіз өлшеп. Бұл өлшемдерді мен осы өзімнің YouTube каналыма 2-3 жеріне көрсетіп қойғам. Қалай дұрыс өлшеу, қателіктері деген. Мінекей өте жеңіл. Егер соны мұқият қарасаңыздар, оп-оңай жеп-жеңіл пішетін боласыздар. Мен осы тігіске қызығатындарға әдейі пішімдерін әдейі көрсетіп отырмын. Бұл жерде мойынның айналасы, иығы, көкіректің айналасы, белдің айналасы. Мына дыбысы деген мына мойыннан белге шейін ұзындығы длина перед, длина спинка деген сөз. Шығысы деген екі қолдың арасы, ширина грудь, алды ширина спинка деп. Бұны қазақша жазсаңыздар да болады. Быточка деген емшегінің ұшы. Мінекей қыздар, қазір мен қазақша түрінде осыларды айтып саламын. Мұқият соңына шейін қараңыздар. Ұнаса лайк басыңыздар, подписаться етіңіздер, колокольчикті басыңыздар, келесі түсірілімді жіберіп алмау үшін. Және де туған туыс бауырларыңызға да тарқата жүріңіз. Міне кеттік, қазір қалай салуын көрсетем, өте жеңіл бұл. Няқа қойып қоямыз. Біз бірінші осы футболкамыздың ұзындығын өзімізге өлшеп аламыз, қанша сантиметр керек екенін. Мінекей, бұлай қойған кезде менікі 67 сантиметр болып тұр. Қайтаруына қоссаңыз да болады, бұдан да ұзын қылып алуға да болады. Ол өздеріңіздің қалауларыңыз. Міне енді біз бас жағынан, мына жоғары жақтан мойнын саламыз. Мойнымыз біздің 18 сантиметр. Осы 18 сантиметрімізді алып, не жерде 18 сантиметрді алып, мінекей мен таптым 18-імді. Бұлай бүктей саласыздар. Мінекей бүктеп қойдым. Енді осыны мына жаққа қойып, белгілеп аламыз. Мінекей 18-ді салып, белгілеп алдым. Мінекей қойып қояйын. Мінекей енді мына жерден төмен қарай бізде 3 сантиметр. Мінекей бұны да белгілеп алдым. 3-ті. Мінекей 3-ті белгілеп алдым. Енді осыны біз жұмырлап қосамыз. Бұл арт жағымыздағы кесігі. Міне. Түсінікті болды деймін. Енді бізге бұлай қарай иықты сабаламыз. Біз иығымыздың мына ара қашықтығы 4 сантиметр болады. 4 деп жазып қояйын.
Енді бізде мына иығымыз біздің 13 сантиметр болған. Мына оны біз бұлай салып аламыз. Мінекей 13-іміз тұр. Енді осы 13-тен төмен қарай біз көкірегімізді табу үшін 20 сантиметр алып аламыз. Міне 20 сантиметр аламыз. Мына жерден мерге шейін. Енді бұны біз сызып шығамыз. Міне сызып алдым. Осы жерге мен жазып қоям 20 сантиметр. Ой, бұл жер көкірегіміз. Көкірегіміз біздің 52-де 5. Мінекей. Міне. 52. Біздің емшегіміз бар. Оған 3 сантиметр қосылады. И мына бөлу деген, значит, 2 бүктеп саламыз деген сөзім менің. Мінекей. Осы 52-ні алып аламыз, бетіп міне. 52-ні алдық. Енді оған 3 қосамыз көкірегімізге. 1, 2, 3. Мінекей 55 болды. Осылай қойып, мына жерге саламыз. Міне белгілеп алдым. Енді мына точканы осы көкірек сызығына түзу түсіре салсаңыздар да болады. Міне түсірдім түзу. Мына жерді жұмырлай саласыз, бейтіп. Мына жерден 1, 2, 3 сантиметр осылай қойып аласыз. Сонда жұмырлағаны әдеме боптыр. Мінекей. Енді қыздар, бізге ДПС керек. ДПС дегеніміз иықтан белге шейінгі ұзындық. Мына жерден біздің белімізге шейін ұзындық 46 сантиметр болды. Біз осы 46-ны салып аламыз. Міне 46. И 46-ны салдық. И өш жерден біз бұлай сызып шығамыз. Міне сызып алдық. Бұл жерді от деп атайды. Бел. Сіздер қазақшасын жаза беріңіз. Мен оты акрош тали деген сөз. Мына жер оғы көкірегі деген сөз. Акрош грудь деген сөз. Көкіректің айналасы деген сөз. Мінекей енді осы талиямызды мына жерде 47 сантиметр. Сол 47-мізді тауып алып, бөлу деген, значит, сантиметрмен 2 бүктеп бөлсеңіздер, еш уақытта жаңылыспайсыздар. Мінекей, мына жерден 3 сантиметр қосамыз. Бұл бізге выточка салуға, бірақ бізде футболкада выточка жоқ. Все равно осындай салыну керек. Мінекей, енді біз мына жоғарғы көкірегіміздің точкасын белге қоса саламыз. Міне, қосып алдық. Енді бізге мына жерден бөксемізді табу үшін белден бізде 18-19 сантиметр сала бересіздер. 1-2 сантиметр ол емес. Мінекей бөксемізді тауып алдық. Оны да осылай сызып аламыз. Мінекей бұл жерге жазамыз. Біздің бөксеміз. Бұл акрош бедер деп айтады. Бұл бөксе. Қазақшасы бөксеміз, бөксе. Мінекей. Біздің бөксеміз 60 сантиметр. Міне, 60 сантиметр болды. Біз бұны бөліп сала саламыз. Мінекей, 60-мызды алып аламыз. Міне, таптық. Міне, осы бүктей саламыз. Бөлу деген. Осы жерге қойып, белгілеп аламыз. Мінекей. Енді бұны қоса саламыз. Ұзындау қылам десеңіз, ары қарай жалғастырып өзіңіз ала бересіз. Мінекей, тура осылай сызсаңыздар, сізге өте әдемі дұрыс шығады. Не жерде отымды жазбай кетіппін. Біздің отымыз 47 сантиметр болған. Міне 47. 2-ге бөліп сала салдым. Жаңа көрсеткенмін. Мына көкірегім. Мінекей, қарап тұрсаңыз өте жеңіл. Қыздар, бұл өздеріңізге тура шап-шақ келеді. Кейбіреулер бұны футболканы кеңдеуді жақсы көреді. Ол өзіңізге байланысты аласыз мерден запасыңызды. Міне осылай.
міне или 1 или 2 сантиметр, одан да көп алсаңыз да болады, артық. Өздеріңіздің қалауларыңыз бұл. Міне запасымыз мерге шейін келу керек. Мінекей біз основаны салдық, бұл декал деп айтады. Қазір бізге осы мынандай жеңді өзінен шығаруымыз керек. Ол үшін қарап тұрсаңыз, бұл өте жеңіл. Мына иығының сызығынан мінекей бұлай сыза саламыз, ұзындау қылып. Бұл өздеріңіздің қалауыңызша. Мен 17 сантиметр алып тұрмын жеңнің ұзындығын. Мінекей мерге шейін қазір салып көрсетемін. Міне 17 болып тұр менікі. Енді осы 17 сантиметрді сол сызықтан біз 90 градусты бұрыш сияқты салып шығуымыз керек. Мына әрбір бұрыш, дәптерлердің бұрышы да осы бұрыштар 90 градус дейді. Біз мына линияға қойып аламыз. Міне қойып алдым, туралап. Енді осыны төмен қарай сызып шығам. Міне сызып алдық. Енді қарап тұрсаңыз, мына жерде мұқият, мына қолтықтың астынан төмен қарай, қыздар өздеріңіз білесіз, или 5, или 6 сантиметр түсіріп аласыз. Қанша қысаңыз да, ол төмендете берсеңіз, мына қолыңыздың кеңдігі. Мінекей бұлай қосып алдым. Мен бұл жерде 6 сантиметр алдым. Мына араға шықтықта. Мына жерді бетіп біз жұмырлай саламыз. Мінекей. Енді қыздар, мына тіке тұр. Бізде алдыңғы жақ біраз ойықтау болады. Оны мына қақ ортасынан бетіп алсаңыз да болады. Бетіп 3 или 2,5 сантиметрде алып аласыз. Сөйтіп, оны бұлай бетіп қосып, осылай сызып аласыз. Арқасында 1 сантиметрге солай жұмырлап алыңыз. Мына 1 сантиметр арт жағы, а мынау бізде алдыңғы жағы. Мына алды жағын көбірек ойыңқырап аласыздар үстіп. Мінекей осы бар болғаны. Енді өлшеп көрейін. Мына ширина рукавасы қанша шықты. Бізде ширина рукавасы жең қолтығын астынан өлшегендегі кеңдігі 23 болып тұр. Сіздерде осылай өлшеп аласыздар. Если одан кішілеу болса, бұлай қойып, бит кішірейтіп ала бересіздер. Мына жерін. Бұл өздеріңізге байланысты. Неғұрлым кең болса, соғұрлым қазір жазғы уақытта бұл киім өте жеңіл, әрі оңай, тез, әрі саудаға да шығаруға өте ыңғайлы, тез тігілетін киім. Мінекей мұқият көрдіңіздер, қайтып салғанын үстіп, сіздер де қайта-қайта қарап, YouTube каналымды көріп, осы сызбаны қайталап көрсеңіздер, өте оңай түрінде сызылып тұр. Мен ойлаймын, сіздерді түсіндіңіздер деп, туған туыс бауырларыңызға да тарқата жүріңіз YouTube каналымды. Әрі подписаться етіп, колокольчикті басыңыздар, келесі түсірілімді жіберіп алмау үшін. Мінекей келесі түсірілімде кездескенше YouTube каналында сау болыңыздар. Мен сіздерді күтемін. Мына қыздар, енді біз алдыңғы жағын пішіп көрсетемін. Көрдіңіздер ме? Бір лекалдан ала береміз. Мен мына жерді 8 сантиметр алдым. Сіздер қалауларыңыз бойынша ала бересіздер. Міне мен бұны бұлай қырқып аламын. Енді жаңа айтқаным, мына алдыңғы жағы. Көрдіңіз бе? Алдыңғы жағында осылай тағы да 1 сантиметрдей үстіп қиып аламыз. Мінекей матамызды екі бүктеп осы лекалды саламыз. Бір айтайын дегенім, мына мойнын өзіңіз қалауыңызша аша бересіз. Бұны 3 бұрыш қыса да болады, домалақ қысаңыз да болады. Мінекей осы мұқият қарап, сызбасын да үйреніп алды деп ойлаймын. Қырқуы да мінекей тағы бір айтарым, жаңағы өзіңіз кеңдеу қылғыңыз келсе, мына жерден тағы да қосып ала бересіздер.